Қайырлы күн, құрметті оқырмандарым. Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай 5 минуттық оп-оңай, өте дәмді, өте тойымды салат дайындайтын боламыз. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны баса отырыңыздар. Бізге керегі осындай кукуруза, фасоль, кептірілген нан, яғни кириешки, және қияр, майонез, жұмыртқа керек. Алдымен қиярды мен 4 бұрыштылап турап алдым. Кез келген формада турасаңыздар болады, ұзынша етіп тураса да болады. Менің каналымда описание бөліміне кірсеңіз, өте оңай, жылдам жасалатын тәттілердің, тағамдардың рецептері өте көп. Каналыма кіріп, менімен бірге дайындап көріңіздер. Осы салаттың ингредиентінің барлығын описание бөліміне қалдырып кетемін. Және каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып отыруды ұмытпаңыздар. Міне қиярды турап, ыдысқа саламыз. Ендігі кезекте жұмыртқаны да тура осы қияр турағандай етіп 4 бұрыштылап турап аламыз. Бұл жерде бізге тек жұмыртқаны ғана алдын ала пісіріп алу керек, қалғанның барлығы дүкенде дайын тұр. Міне, енді осы туралған жұмыртқаны қиярдың үстіне саламыз. Оның үстіне фасольді саламыз. Оның үстіне тәтті жүгерімізді саламыз. Дүкеннен кез келген кириешки салсаңыздар да болады, немесе салатқа арналған кириешки де бар. Және ең соңында майонез саламыз. Майонезін көбірек салған дұрыс, өйткені бізде кириешки, жұмыртқа майонезді өзіне қатты сіңіріп алады. Бұл жерде біз тек майонез қосамыз, тұз қоспаймыз. Кириешкидің тұзы бізге жеткілікті. Біздің салатымыз дайын. Осы салатты кез келген қонаққа, өздеріңізге, балаларыңызға жасап берсеңіздер, өте тойымды, өте дәмді, және ең бастысы жылдам жасалады. Осылай әдемілеп ыдысқа салып, қонақтың алдына қоя қойыңыз. Егер сіздерге рецепт ұнаған болса, каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып, поделицаны басып, WhatsApp желісіне тарата отырыңыздар. Сіздермен бірге болған Гүлнұр Темировна.